Достар, сіздермен бүгін мен Әсел өзімнің ең сүйікті рецептіммен бөлісемін. Қазіргі таңда кекстің сан түрлі рецепттері бар, бірақ дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, сіздердің кексіңіз өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сол үшін видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға шекерімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң сүтіміз бен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Қопсытқышты ұнымыздың үстіне саламыз. Содан соң жаңа қоспамызға саламыз. Тағы да араластырамыз. Бізде дайын болды. Енді бұны формаларымызға осылай құйып шығамыз. Қызып тұрған печкеде 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бізде кекс дайын.